Қазақ халқының ұлттық мемлекеттік тағдырын шешетін үлкен келелістерде үнемі өткізетін ұлттық психологиялық екі әлсіздігі бар. Соның біреусі төңкеріс десе, ол міндетті түрде коммунистік қантөгіс қарулы соғыс деп ойлайды. Төңкеріс, кәдімгі саяси төңкеріс, қан төгілмейтін төңкеріс, бейбіт шеру, бейбіт митингі, наразылық, осының барлығы төңкеріске жатады. Менің айтып жүрген төңкеріс қазақты құтқарады дегенім, халықтың тұтас халық болып, тұтас мемлекет болып, армия болып, ішкі армия болып, бүкіл полицей, бүкіл қарулы күш, сот, мемлекет органдар тұтас қазақ халқы болып, мынау жүйенің кербаққан тірлігіне, бүкіл ұлтқа қарсы, адамзатқа қарсы қылмысына қарсы. Бұл да төңкеріс, саяси өзгеріс. Екінші бір қателік, қазақ халқы өздерінің белсенділіктері, наразылықтарын танытудың жолдарын білмейді. Кез келген қарекетпен, кез келген әрекетпен өзінің наразылығын таныту, басқа әлі де ұйқыда жүрген, немесе қоғамдық, ұлттық саяси мәселелерге назар аударуға мүмкіндігі болмай жүрген азаматтарды оятуға пайдалы. Сондықтан желтоқсан айын қаралы ай деп 1986 жылғы және Жаңаөзендегі екі реткі ұры-қары коммунистерден, нұр коммунистердің қолынан оққа байланып ажал құшқан қазақтың азаматтарына аза білдіру, қаралық тұту, білегіне ақ байлау, беліне ақ байлау, ақтық ұстау, бұның барлығы наразылықтың белгілері. Бұл челлендж. Енді осыны қазақ халқы орындау керек. Қарапайым, ең ауылда 50 отбасы, 20 отбасы бар ауылдағы менің сөзімді тыңдаған азаматтар білегіне ақ байлап ал. Аза тұтып жүрмде. Жаңаөзенде халыққа оқ атқан ұры-қары қарақшы нұрғауындық жүйеге қарсылығыңды білді. Екінші ұлттық әлсіздігіміз, біз үнемі бізді біреу келіп құтқарады деп ойлаймыз. Еуропадағы біреу, немесе Америкадағы мен, жоқ, ешкім құтқармайды. Қашан қазақ халқы азаттыққа шығады? Қашан орыстың мынау шовинистік, имперлік, фашистік жаулаушы, басқыншы билігі құлайды? Қашан Қытай ыдырайды? Қашан нұрғауындық жүйе құлайды? Осыған бір ғана жауап, сен күреске аттанған күні. Яғни әр қазақтың азаматы өзі күреске аттанған күні өзін өзі құтқарады, қауымын құтқарады, ұрпағын құтқарады, айналасын құтқарады, үш жұртын құтқарады, тұтас ұлтты, мемлекетті құтқарады. Сондықтан қазақ халқы біреу келіп құтқарады екен дейтін ойдан арылу керек. Бұл біздің ұлттық психологиялық әлсіздігіміз. Біздің бүкіл арысы 5000 жыл, 10 000 жылдық біздің эпостық батырлық дастан жырларымызда бір ерекше батыр болады. Ер төстік, Қобыланды, Бергі, Қаракерей, Қабанбай, Қанжығал, Бөгенбай, Шапырашты, Наурызбай деген сияқты бір керемет батырлар болады. Оны халық сол заманда, сондай бір қиындық кезінде шыққан ерен тұлғаларды дәріптей беріп, оны шексіз бір ерекше тұлғаға айландырып қойды. Ал сол батырдың артынан еруші халқы болмаса, ол батырлар тарихта ешқашан ондай керемет рөл атқара алмаған болар еді. Сондықтан қазіргі заманда ешқандай супер батыр болмайды. Ондай супер батырлардың заманы өтті. Қазір миллиондаған халықтың өзінің оянуы керек. Қазақ өзінің қоғамдық, саяси, геосаяси білімін арттырып, ұлттық танымын оятқан кезінде нұрғауындық жүйе құлайды, қазақ бақытты баяшатты өмірге кенделеді. Аман сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біляшұлы, Америка құрама штаттары, Даллас Форт Уорс әуежайынан.